Достар, сәлем. Бүгін мен сіздерге сүзбелі бәліш, яғни ватрушка рецептін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен пісіріп көруге кеңес беремін. Ең алдымен ашытқы, яғни апара дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт құйып, оған қант, ашытқы және 2-3 қасық ұн қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінеки ашытқы осындай қою қаймақ секілді болу керек. Енді қақпағын жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоямыз. 20 минуттан кейін қамырдың беті мінеки осылай көпіршіктену керек. Енді осыған шым-шым тұз, ерітілген сары маймен 2 жұмыртқа қосып, жақсылап араластыру керек. Ал қазір ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға кішкене жабысуы мүмкін, ештеңе етпейді, өзі де сондай болу керек. Мінеки қамыр осындай болып шығады. Енді бетін жауып, кем дегенде 2-2,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамыр 3 есе үлкеюі керек, сондықтан асықпаңыздар. 2,5 сағаттан кейін қамыр мінеки осындай үлпілде керемет болып шықты. Енді онымен жұмыс істесек болады. Мен қамырды 13 бөлікке бөлдім, негізі 16 немесе 18-ге бөлуге де болады. Қазір әр бөлікті видеода көрсетілгендей домалатып аламыз. Ал енді домалақтарды противенге салып, бетін жауып, тағы 10-15 минутқа қоямыз. Ал ол уақытта өзіміз салмасын дайындасақ болады. Ол үшін 400 грамм сүзбеге 100 грамм қант пен 1 жұмыртқа қосып, блендермен 1 келкі болғанша еземіз. Жай ғана қасық немесе шанышқымен де араластыруға болады. Салмамыз дайын, домалақтарымыз да көтерілді. Енді стакан алып, видеода көрсетілгендей, осылай үстінен басып шығамыз. Ал жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Соңында ортасына сүзбелі салмадан саламыз. Мен толтырып 1,5-2 қасықтан салдым. Бәліштерді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Мінеки достар, сүзбелі бәліштеріміз дайын, қамыр үлпілдек, жұмсақ, ал дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.